Дүние жүзінде жалпы 233 мемлекет пен аймақ бар. Олар көлемі жағынан әр түрлі, яғни шағын қаланың үлкендігінен бастап бүкіл құрлықты қамтитын үлкендіге дейін. Кейбір елдер әр түрлі құрлықтарды қамтиды. Кейбір елдер негізінен шөлді ормандармен жабылған, әлемнің экологиясын өзгерте алатын табиғи ресурстарға ие елдер де бар. Тарихтан ғылымға, гуманитарлық ғылымдардан географияға дейін елдің артында таңғажайып және қызықты білімдер бар. Бүгін мен сіздерге бір-бірден әлемдегі ең үлкен 10 мемлекетпен және олардың артындағы бірегей географиялық білімдермен таныстырамын. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. Алжир Африканың солтүстігінде орналасқан, аумағы 2.380.000 шақырымды құрайды және Африкадағы, Жерорта теңізі мен Араб аймағындағы ең үлкен мемлекет болып табылады. Алжир солтүстігінде Жерорта теңізімен, шығысында Ливия және Туниспен, оңтүстік шығыста және оңтүстігінде Нигер, Мали және Мавританиямен, батыста Мароккомен шектеседі. 2011 жылы оңтүстік Судан сол кездегі Африкадағы ең үлкен мемлекет Суданнан бөлініп шықты. Ол әлемдегі ең жас мемлекетті дүниеге әкелумен қатар, Алжирге Суданды басып озып, Африкадағы ең үлкен мемлекет және 10-шы орынға шығуға мүмкіндік берді. Алжирде жалпы саны 45 миллионға жуық адам бар. Территориясының 90%-дан астамын Сахара шөлі алып жатыр. Ал ел жерінің тек 12%-на ғана адам қоныстанған. Африкада орналасқанына қарамастан, Алжир көптеген африкалық елдерден бірнеше маңызды айырмашылықтарға ие. Біріншіден, Алжир су ресурстарына өте бай. 17 миллиард текше метр пайдалануға болатын су ресурстарына ие болғанымен қатар, су сақтайтын 64 бөгет бар. Тек мол су ресурстары ғана емес, Алжирдің кейбір аудандарындағы жауын-шашын тіпті жаңбырлы ауа райы әйгілі Лондоннан да асып түседі. Сонымен қатар, аймақтың көп бөлігін Сахара шөлі алып жатқанымен, шөлді елге қарағанда Алжирде бір ғана ыстық климат бар. Әртүрлі аймақтардағы температура диапазоны 0-ден төмен 6 градустан 40 градусқа дейін болады. Сахара шөліне жақын қалалар нөсер жаңбырдан туындаған су тасқынын бастан кешіріп қана қоймайды. Сонымен қатар қар да жауады. Қазақстан ол орталық Азияда орналасқан және әлемдегі теңізге шыға алмайтын ең үлкен мемлекет. Оның жер көлемі шамамен 2,73 миллион шаршы шақырым. Орталық Азияның жалпы аумағының 68%-ін құрайды. Басқа 4 орталық Азия елдерін біріктіргеннен де үлкенірек. Кең байтақ аумағына қарамастан, Қазақстан халқының жалпы саны небәрі 19 миллионды құрайды. Бұл әлемдегі халық тығыздығы ең төмен елдердің бірі. Қазақстан 130-дан астам ұлт өкілдері тұратын көп ұлтты мемлекет. Оның 3-тен 2-сін қазақтар, 5-тен 1 бөлігін орыстар, қалғандары украиндар, моңғолдар, корейлер қатарлы ұлттардан құралады. Қазақстан халықты шақыру жүйесін енгізген әлемдегі санаулы елдердің бірі. Кез келген қазақ азаматы азаматтық алуға өтініш бере алады. Халықты шақыру жүйесі арқылы 1 миллионнан астам қазақ шетелден келіп, Қазақстан азаматтығын алды. Қазақстанның негізгі ұлты қазақ ұлты болады. Қазақстан Еуразия құрлығында орналасқан әлемдегі 6 мемлекеттің бірі болып табылады. Еуропада 147.000 шаршы шақырым жер аумағы орналасқан. Бұл Еуропа елдерінің 70%-дан астам жер көлемін құрайды. Еуропа мен Азияны шектесе де, Қазақстан жерінің басым бөлігі Азияда орналасқан. Елдің қазіргі әкімшілік, экономикалық, мәдени және халық орталықтары да Азияда орналасқан. Бұл Қазақстанның әртүрлі ресми тізімдерде Азия елдерінің мүшесі болып қалуына себеп береді. Аргентина оңтүстік Американың оңтүстік бөлігінде орналасқан. Жер көлемі 2,78 миллион шаршы шақырым. Бұл Латын Америкасындағы екінші үлкен мемлекет. Ең үлкен Испания тілінде сөйлейтін елі және әлемдегі 8-ші үлкен мемлекет. Аргентинаның 45 миллионнан астам халқы бар. Оның ішінде әйелдер 54%-ін құрайды. Бұл оңтүстік Америкадағы әйелдердің үлесі ең жоғары елдердің бірі. Дүние жүзіндегі ең ұзын құрлық тау сілемі Андес тауларымен жалғасып жатқандықтан, Аргентинаның ұлттық аумағының 30%-дан астамы таулы болып табылады. Елдің жартысына жуығы ормандармен жабылған. Аумақта оңтүстік Американың ең биік шыңы теңіз деңгейінен 6964 метр биіктікте және Азиядан тыс ең биік тау болып табылатын Аконкагуа тауы орналасқан. Аргентина территориясы бірнеше климаттық белдеулерді қамтиды. Елдің әртүрлі аймақтары жиі әртүрлі климатты бастан кешіреді. Елдің қоңыржай белдеуінде жағымды климат бар және ел халқының көпшілігі сонда өмір сүреді.
Солтүстік бөлігінде экваторлық елдің климатына ұқсас тропикалық климаты бар, және Аргентинаның оңтүстік бөлігі Америка материгінің ең оңтүстік шетіне жататындықтан және географиялық жағынан Антарктикаға өте жақын болғандықтан, жыл сайын кемінде 7 ай орташа температура 0-ден төмен болады. Айтпақшы, Аргентинада әлемдегі ең оңтүстікте орналасқан Ушуайя деп аталатын қала бар болып, бұл қала Аргентинаның ең оңтүстік бөлігінде орналасқандықтан оны дүниенің ақыры деп те атайды. Ушуайя Антарктика континентінен небәрі 800 шақырым қашықтықта орналасқан. Ол әлемдегі Антарктидаға ең жақын қала. Сонымен қатар көптеген елдер Антарктидаға зерттеу үшін барар алдында тұрған база болып табылады. Үндістан оңтүстік Азияда орналасқан және әлемдегі 4 ежелгі өркениеттің бірі болып табылады. Оның жер көлемі 3.160.000 шаршы шақырым. Оңтүстік Азия материгінің жартысынан астамын алып жатыр. Оңтүстік Азиядағы ең үлкен мемлекет болуымен қатар, ол сонымен қатар әлемдегі 7-ші үлкен мемлекет. Үндістан өзінің көп халқымен әйгілі. 2020 жылғы мәлімет бойынша Үндістанда 1.360 миллион адам тұрады. 10 миллионнан астам халқы бар, 5 қала бар. Бұл әлемдегі халқы ең көп екінші ел болып саналады. Үндістанда географияның барлық түрлері бар. Құнарлы Ганг жазығы Үндістанның көп бөлігін алып жатыр. Ал оңтүстік Үндістанда Үндістан жерінің 3-тен 1 бөлігін алып жатқан үстірттер басым. Оларды үстірт деп атағанымен, олардың көпшілігі теңіз деңгейінен 1000 метрден аспайды. Айналасындағы кең жазықтармен қатар, бүкіл Үндістанда аласа және жазық жер бедері басым. Тасымалдауға ыңғайлы ғана емес, жерінің көп бөлігі егіншілікке де өте қолайлы. Бұл Азиядағы ең көп егістік жерлері бар ел. Үндістанның шығысы Мьянма мен Бангладешпен, ал оңтүстігі Шри-Ланка, Мальдив аралдары және басқа да аралдық елдермен шектеседі. Оңтүстік шығыс пен батыстағы жазық рельефтен айырмашылығы солтүстік Үндістанда биік таулар басым. Солтүстік батыс Пәкістанмен және Ауғанстанмен шектесетін солтүстік Үндістанмен қатар Қытай, Бутан және Непалмен шектеседі. Шекара Гималай тауларын қамтиды. Үндістанның ең биік шыңы Канченджунга осында орналасқан. Биіктігі 8598 метр. Бұл әлемдегі 3-ші биік шың. Үндістан 3 жағынан теңізбен қоршалған. Шығысында Бенгал теңізі, батысында Араб теңізі, оңтүстігінде кең байтақ Үнді мұхиты бар. Айналадағы аралдарды есептегенде Үндістанның жағалау сызығының жалпы ұзындығы 7500 километрден асады. Бұл жерде аздаған білім қосу керек. Үнді өзені шын мәнінде Үндістанда емес, көрші Пәкістанда. Әйгілі Ганг өзені Үндістанда. Ол Үндістандағы ең үлкен өзен болып есептелінеді. Жалпы ұзындығы 2500 шақырымды құрайды. Австралия оңтүстік жарты шарда орналасқан мемлекет, көлемі жағынан оңтүстік жарты шарда 2-ші және әлемде 6-шы орында. Австралия бүкіл Океания құрлығын алып жатыр. Жалпы жер көлемі 7.690.000 шаршы шақырым. Бұл бүкіл құрлықты толығымен монополиялайтын әлемдегі жалғыз мемлекет. 2020 жылы елде 25.700.000 халық тұрады. Астанасы Канберра қаласы, ең үлкен қаласы Сидней болып, жағалауына Мельбурн, Перт, Брисбен сияқты көптеген ірі қалалар бар. Австралия көрші елдермен мүлдем шекарасы жоқ әлемдегі санаулы үлкен мемлекеттердің бірі. Көрші елдердің барлығы теңіздің арғы жағында орналасқан. Оңтүстік шығысында Жаңа Зеландия, солтүстік шығысында Жаңа Гвинея және Фиджи сияқты Тынық мұхитындағы арал елдері бар. Солтүстік батысында Индонезия және Шығыс Тимор сияқты оңтүстік шығыс Азия елдері орналасқан. Австралияның орташа теңіз деңгейінен биіктігі небәрі 300 метр, ал таулардың 1%-дан азы 1000 метрден асады. Ол дүниедегі ең жазық құрлық. Жағалау аудандарынан айырмашылығы. Австралияның ішкі бөлігі адам тұрмайтын шөл. Ол құрғақ, жаңбырсыз және ыстық. Құмды алқап 3.400.000 шаршы шақырымнан астам аумақты алып жатыр. Бұл Австралияның жалпы аумағының жартысына жуығын құрайды. Ол сонымен қатар Австралияны ең құрғақ құрлық етті. Теңізбен қоршалған Австралияның жағалау сызығы 36.000 шақырымнан астам және 10.000-нан астам жағажайлары бар. Яғни, Австралиядағы жағажайға күн сайын бір жағажайынан баратын болсаңыз, Австралиядағы барлық жағажайларға бару үшін 27 жылдан астам уақыт қажет болады. Бразилия оңтүстік Американың шығыс бөлігінде орналасқан және Латын Америкасындағы ең үлкен мемлекет және әлемдегі 5-ші үлкен мемлекет. 215 миллион халқы бар. Бразилия оңтүстік Америкадағы халқы 100 миллионнан асқан жалғыз мемлекет. Жер көлемі 8.510.000 шаршы километр. Эквадор мен Чилиді қоспағанда, Бразилия оңтүстік Американың барлық елдерімен шектеседі.
ал оның жер аумағы оңтүстік Америка құрлығының жартысын құрайды. Экваторға жақын орналасқандықтан, Бразилияның көп бөлігі ыстық белдеуге жатады. Солтүстігінде әлемдегі ең үлкен жазық Амазон жазығы, ал оңтүстік әлемдегі екінші үлкен үстірт Бразилиялық үстірт. Бразилияның астанасы Бразилия үстіртінде орналасқан. Бразилия астанасынан басқа, Бразилияның оңтүстік жарты шарында Сан-Паулу және Рио-де-Жанейро сияқты көптеген ірі қалаларда бар. Сан-Паулу Бразилиядағы ең үлкен қала ғана емес, сонымен қатар оңтүстік жарты шардағы ең ірі қалалық экономика. Бразилияда әлемдегі ең үлкен Амазонка тропикалық орманы бар. Дүние жүзіндегі тұщы су ресурстарының 5-тен 1-ін қамтиды. Жердегі оттегінің 3-тен 1-ін қамтамасыз етеді. Бұл әйгілі тропикалық орман Бразилиямен бірге жиі айтылатындықтан, көптеген адамдар бұл тропикалық орманның барлығы Бразилияда деп ойлайды. Шын мәнінде, Амазонка тропикалық орманы 9 елді қамтиды, бірақ оның 60% Бразилияда. Бразилияның жалпы аумағының жартысына жуығын құрайды. Қытай Азияның шығысында орналасқан. Жер көлемі шамамен 9.600.000 шаршы шақырымды құрайды. Бұл әлемдегі таза жер көлемі бойынша екінші және жалпы ауданы бойынша 4-ші мемлекет. Қытай территориясы Шығыс Азияның жартысынан астамын алып жатыр. Шығыстан батысқа дейін 5200 шақырымдай, солтүстіктен оңтүстікке дейін 5500 шақырымдай қашықтықта орналасқан. Географиялық тұрғыдан 5 түрлі уақыт белдеуін қамтиды. Қытай әлемдегі ең ұзын шекарасы бар мемлекет. Жалпы ұзындығы 22.117 шақырым. Ол барлығы 14 мемлекетпен шектеседі және Ресей мен әлемдегі көршілес елдердің саны бойынша бірінші орында тұр. Қытайдың көршілері бүкілі Азияда орналасқан. Соның ішінде оңтүстік шығыс Азияда Вьетнам, Лаос және Мьянма, оңтүстік Азияда Үндістан, Бутан, Непал және Пәкістан, орталық Азияда Ауғанстан, Тәжікстан, Қырғызстан және Қазақстан, солтүстік шығыс Азияда Моңғолия мен солтүстік Корея орналасқан, және солтүстік Азиядағы Ресей. Қытайдың географиясы бай және алуан түрлі. Солтүстігінде шалғындар мен шөлдер. Оңтүстігінде тропиктік жаңбырлы ормандар, ал батыстан оңтүстік батысқа қарай биік таулы аймақтар, соның ішінде Тянь-Шань таулары, Цинхай Тибет үстірті. Әйгілі Гималай таулары қатарлылар бар. Дүние жүзіндегі ең биік шың Эверест тауы Қытай мен Непалдың түйіскен жерінде орналасқан. Қытай шығысында Тынық мұхитына жақын және 18.000 км құрлықтық жағалау сызығына ие. Жағалау аймағында көптеген ірі қалалар бар. Мысалы, Шэньчжэнь, Шанхай, Гуанчжоу, Сямэнь, Тяньцзин қатарлы қалалар бар. Қытай қазіргі уақытта әлемдегі халқы ең көп ел болып табылады. 2020 жылғы жағдай бойынша Қытайдың жалпы халқы шамамен 1.410 миллионды құрайды. Онда 56 түрлі ұлт бар. Оның ішінде Қытай ұлты негізгі ұлт болып табылады. Қытай ұлты жалпы халықтың 90%-дан астамын құрайды. Америка Құрама Штаттары орталық Америка құрлығында орналасқан. Жалпы ауданы шамамен 9.830.000 шаршы шақырым. Шығысында Атлант мұхитымен, солтүстігінде Канадамен және оңтүстігінде Мексикамен шектеседі. Америка Құрама Штаттарының 48 штаты мен федералдық округі Солтүстік Американың орталық бөлігінде орналасқан. Басқа ірі аумақтарға Солтүстік Американың солтүстік батыс бөлігіндегі Аляска және орталық Тынық мұхитындағы Гавай аралдары жатады. Аляска Солтүстік Америка материгінің солтүстік батысында. Америка Құрама Штаттарының материгінен шамамен 4500 шақырым жерде орналасқан. Аляска Америка Құрама Штаттарының ең солтүстік жері болумен қатар, Америка Құрама Штаттарының ең батыс және шығыс территориясы болып табылады. Өйткені ол шығыс және батыс жарты шарларды қамтиды. Осыған байланысты ақш пен Ресей аумағының арасындағы ең жақын нүкте 4 километрге де жетпейді. Бұл керемет жер Беринг бұғазының ортасында Диамет аралдарында орналасқан. Аралдар екі кішігірім аралдан тұрады. Үлкен Диамет аралы Ресейге, ал кіші Диамет аралы Америка Құрама Штаттарына тиесілі. Екеуінің арасы ең жақын қашықтық болады. Екі шағын аралдардың аралығы бар болғаны 3,8 шақырым. Бұл ақш пен Ресей аумақтары арасындағы ең жақын жер саналады. 2020 жылғы жағдай бойынша Құрама Штаттарда шамамен 330 миллион адам бар болып, бұл оны әлемдегі халқы ең көп үшінші ел және халқы ең дамыған ел етті. Елде 13 мыңнан астам әуежай бар болып, бұл әлемдегі ең көп әуежайлары бар ел болды. Жергілікті азаматтардан басқа Құрама Штаттарда әлемнің түкпір-түкпірінен көшіп келген азаматтар да бар. Бұл Құрама Штаттардың жалпы халқының 13%-ін құрайды және әлемдегі ең көп шетелден көшіп келген халқы бар ел болып табылады.
Канада, Солтүстік Америка құрлығында орналасқан мемлекет, территориясы шамамен 9.980.000 шаршы шақырым. Солтүстік Америка құрлығының солтүстік бөлігінің көп бөлігін алып жатыр. Ол жер көлемі жағынан дүние жүзіндегі екінші және ел көлемі ең үлкен дамыған мемлекет. Канаданың оңтүстігі мен солтүстік батысы тиісінше Америка құрама штаттармен және Аляскамен шектеседі. Елдің қалған бөлігі үш мұхитпен шектеседі. Батысында Тынық мұхиты, шығысында Атлант мұхиты және солтүстігінде солтүстік мұзды мұхитпен шектеседі. Жалпы жағалау сызығының ұзындығы 200.000 километрден асады. Бұл оны әлемдегі теңіз жағалау сызығы ең ұзын елге айналдырды. Әлемдегі екінші үлкен мемлекет болғанымен Канаданың жалпы халқы бар болғаны 36.700.000 адамды ғана құрайды. Бұл Америка құрама штаттарындағы бір штаттың халқына ғана тең. Бұл әлемдегі халық тығыздығы ең төмен елдердің бірі. Ел халқының жартысынан астамы оңтүстік жазықтарда шоғырланған. Кең аумақты алып жатқан Канадада жер бедері мен климаттарында әртүрлі. Аймақтарда үлкен айырмашылықтар бар. Ал Ванкувер, Торонто және Канада астанасы Оттава сияқты көптеген ірі қалалар көл жағасындағы жағымды климаты бар жерлерге құрылған. Солтүстіктегі кейбір аудандардың табиғаты қатал және жыл бойы қар жауып жатады. Канаданың солтүстігінде сонымен бірге әлемдегі ең солтүстік адам қонысы бар. Есмер аралының солтүстік шығыс шетіндегі Алерт қауымдастығы. Дәл осы жерде Канада армиясының ескерту станциясы орналасқан. Ол солтүстік полюстен небәрі 800 шақырым жерде орналасқан және жыл сайын 4 ай бойы қараңғылықта болады. Қыста температура -30 градустан төмен сақталады және бұл әлемдегі ең солтүстік тұрақты қоныс. Жер көлемі жөнінен Ресейден кейінгі екінші орында тұрған Канадада жер бедерінің барлық әдемі көріністері бар. Канада жерінің 30%-ға жуығын орман алып жатыр. Ел ішінде 8-ден астам әртүрлі орман түрлері бар. Көлдердің саны 30.000-нан асады. Бұл дүние жүзіндегі басқа елдердегі көлдердің қосындысынан да көп. Бұл әлемдегі ең әдемі елдердің бірі. Солтүстік жарты шарда орналасқан Ресей 17.070.000 шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Бұл дүние жүзіндегі жер көлемінің 8-ден 1 бөлігін құрайды. Ол дүние жүзіндегі ең үлкен территориясы бар мемлекет. 194 ұлттан тұратын Ресейде 144 миллион халық бар. Оның 80%-ға жуығы орыстар. Көп ұлтты ел болумен қатар халқы саны жағынан әлемде 9-шы орында. Жері Еуропа мен Азияның қос құрлығын алып жатқан Ресей Азияның ең үлкен мемлекеті ғана емес. Еуропаға өткенде Еуропадағы ең үлкен мемлекет болады. Ресейдің 14 құрлықтағы көршілері бар. Ол Қытаймен бірге әлемдегі ең көп көршілері бар ел қатарында. Ресеймен шектесетін елдер Еуразияның әртүрлі бөліктерінде кең таралған. Соның ішінде солтүстік Еуропада Норвегия, Финляндия, Беларусь, Украина, Эстония, Латвия, Литва. Шығыс Еуропада Польша, трансконтиненттік елдер Грузия, Әзербайжан, Қазақстан және Қытай, Монғолия және солтүстік Корея Азияда. Қиыр шығыс Азиядан шығыс Еуропаға дейін. Ресеймен шектесетін елдер Еуразияның әртүрлі бөліктерінде кең таралған. Соның ішінде солтүстік Еуропада Норвегия, Финляндия, Беларусь, Украина, Эстония, Латвия, Литва. Шығыс Еуропада Польша, трансконтиненттік елдер Грузия, Әзербайжан, Қазақстан және Қытай, Монғолия және солтүстік Корея Азияда. Қиыр шығыс Азиядан шығыс Еуропаға дейін барады. Ресей аумағы 11 түрлі уақыт белдеуін қамтиды. Географиялық орта мен рельефтің кең ауқымын қамтитын кең байтақ жері Ресей халқының біркелкісіз таралуына себеп болды. Еуропалық бөліктің жер көлемі Ресейдің жалпы аумағының 4-тен 1-ін ғана құрайды. Бірақ Ресей халқының 4-тен 3 бөлігінен астамы тұрады. Кейбір ірі қалалар да осында шоғырланған. Мысалы, атақты Санкт-Петербург және Ресей астанасы Мәскеу қатарлы қалалар. Бір ғана Мәскеуде Ресей халқының 10-нан 1 бөлігі тұрады және Еуропадағы ең үлкен қала саналады. Ресейдің азиялық бөлігі туралы айтатын болсақ, ол сондай-ақ Азияның 3-тен 1 бөлігін алып жатқан Сібір ретінде кеңінен танымал және сонымен бірге Ресей жерінің 70%-ін құрайды. Жоғары ендік пен қатал суық климаттың арқасында Ресей халқының 22%-і ғана осында тұрады. Ал олардың көпшілігі климаты жылы оңтүстік өңірде шоғырланған. Статистикаға сүйенсек, Сібірде бір шаршы шақырымға 2,5 адамнан ғана келеді. Бұл әлемдегі тығыздығы ең төмен қоныстанған аймақ. Еуропаның салыстырмалы түрде дамыған бөліктерінен айырмашылығы, Ресейдің азиялық территориясының көп бөлігі аз қоныстанғанымен, ауасы өте тұнық, экологиясы өте таза болып табылады. Ол әлемдегі ең үлкен орман қорығына ие. Оның ауданы 8.150.000 шаршы шақырым. Салыстыру үшін, әйгілі Амазонка тропикалық орманы 5,5 миллион шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Сонымен қатар, әлемдегі тұщы судың 4-тен 1-і Сібірде. Дүние жүзіндегі ең терең көл Байкал көлі. Ең терең жері 2000 метрге жуық. Ол жер бетінде 30 миллион жыл бойы бар. Ол әлемдегі ең көне көл және әлемдегі ең тұнық көл. Соңғы жылдары Америка құрама штаттары аумақтар бойынша әлем елдерінің рейтингінде ауытқиды.
кейде 3-ші, кейде 4-ші болады. Мұның артындағы алшақтық негізінен Америка Құрама Штаттарының аумақтық теңіз көлемі және Солтүстік Америкадағы әйгілі ұлы көлдердің себебінен болады. Америка Құрама Штаттары мен Канаданың түйіскен жерінде орналасқан ұлы көлдер дүние жүзіндегі тұщы судың 21%-ін құрайтын әлемдегі ең ірі тұщы су қоймасы болып табылады. Ұлы көлдердің жалпы ауданы 244.106 шаршы шақырымды құрайды. Бұл Ұлыбританияның көлеміне тең. Олардың ішінде Америка Құрама Штаттарына тиесілі Мичиган көлін қоспағанда, қалған 4 көлді Канада мен Америка Құрама Штаттары бөліседі. 2016 жылы ақш орталық барлау басқармасы Құрама Штаттардың егемендігіне жататын ұлы көлдердің ауданын және шамамен 200.000 шаршы шақырым аумақтық теңіз аумағына қосып алды. Бұл Америка Құрама Штаттарының жалпы аумағын 9.830.000 шаршы шақырымға арттырып, әлемдегі 4-шіден әлемдегі 3-ші үлкен елге дейін арттырды. Ауданды есептеу әдісін өзгерткенге дейін ақш 9.520.000 шаршы шақырым жер көлеміне ие болды. Бұл Ресей, Канада және Қытайдан кейінгі орында. Қорытындылай келе, пайдаланылған деректерге байланысты, біз Америка Құрама Штаттарының әлемдегі елдер рейтингінде 3-ші және 4-ші орындар арасында орналасқанын жиі көреміз. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.